Баршаңызға сәлем, сіздермен Жанар Баймырзаева. Бүгін 8 сынып оқушылары үшін 3-ші тоқсанға арналған ТЖБ тапсырмаларын орындайтын боламыз. Периодтың физикалық мәні. Период бізде энергетикалық деңгей санын көрсетеді. Энергетикалық деңгей саны. Топ нөмірінің физикалық мәні. Топ нөмірі бізде сыртқы деңгейдегі электрон санын көрсетеді. Атом нөмірінің физикалық мәні. Атом нөмірі бұл протон санын көрсетеді. Электрон санын көрсетеді. Протон және электрон санын көрсетеді. Келесі орындайтынымыз бұл екінші тапсырма. Сыртқы деңгейдің электрондық формуласын элементпен сәйкестендіріңіз. Ең бір болатын бұл бізде натрий калий. Үшінші калий. NS2 болатын. Магний мен кальций бізде. NS2 NP1 болатын. Алюминий бұл. Күкірт. Күкіртті негізі ең жақыны бұл жерде ешқайсыны жатқызамаймыз. Күкіртте NS2 MP4 күкіртте. Ешқайсыны жатпайды. Сонымен аға бізде 2 мен 3 жатты. Б-ға 4 пен 6, В-ға 1 жатты. Келесі химия элементтерінің қасиеттерін өзгеру заңдылығын көрсетілген бос орындар толтырып, қасиеттер негізгі топша мен периодта өзгеруінің себебін түсіндір. Атом ядро заряды артады. Атом радиусы период бойынша солдан оңға қарай артады. Себебі бізде электрон саны артады, оның атом радиусын артқанын білдіреді. Артады, кемиді. Кемиді бұл электр терістілік. Энергетикалық деңгей саны өзгермейді период бойынша. Жоғарыдан төмен қарай артады. Келесі металдық қасиет кемиді, артады. Онда оған қарсы бейметалдық қасиет. Оттекті қосылыстарында валенттіліктері артады. Өзгермейді топ бойынша. Үшінші тапсырма аяқталды. Келесі себебі периодтық заң ережелеріне бағынады. Келесі 4-ші тапсырма. Калий элементіне сипаттама бер дейді. Калий периодтық жүйеде 4-ші период. 1-ші атомында орналасқан. Физикалық қасиеті металдық жылтыры бар. Күмістей ақ металл. Жеңіл. Химия қасиеті
тотықсыздандырғыш қасиет көрсетеді. Реакцияда бейім белсенді. Келесі ковалентті байланыстың түзілу сызба нұсқасы. Біріншісінде азоттың түзілуі берілген, екіншісінде H-хлор молекуласының түзілуі берілген. Химиялық байланыстың түрі. Ковалентті полярсыз байланыс көрсетілген. Мұнда ковалентті полярға байланыс келтірілген. Кейбір әдебиеттерде полярсыз сөзін полюсті полюссіз деп те айтады. Электр терістіліктің мәні бірдей, мұнда екі түрлі. Немесе оны әр түрлі деп те жазсаңыздар болады. Байланыс түзілуге қатысатын бар электрондар саны 6 электрон мұнда 2 электрон. Ортақ электрон жұбының саны 3 жұп, мұнда 1 жұп. Келесі 6-шы тапсырма. Оң жақ пен сол жақты байланыстырып, натрий хлоридіндегі иондық байланыс түзілуін ретін көрсетіп дәлелдеңіз. Бірінші, атомдар бір-біріне жақындайды. В бізде бірінші. Бірінші В мен Д сәйкестендіріп екі жақты ортаға ал дейді. Екінші электрон бере бастайды. Бұл А мен Е. Одан кейін үшінші электрон толық алған кезі бұл С мен Д. Осы жауаптар дұрыс болады. Келесі, орам жапырақты маринадтау үшін 1 литр суға 1 ас қасық тұз қосып ерітінді дайындайды. 5 литр тұздық дайындау үшін қанша тұз су қажет? Ерітіндіге еріген заттың масса үлесін табыңыз. Пропорция құрамыз. 1 литр үшін 10 грамм, 5 литр үшін x грамм. М-тен 5 литр көбейту 10 бөлу 1 тең 50 грамм керек. Енді 50 грамм тұз керек. Одан кейін 5 литр су керек. Омеганы табу үшін 50 граммды бөлеміз 5000 грамм. 5 литрді 5000 грамм деп аламыз. Плюс 50 грамм. Көбейту 100%. 50-ді бөлеміз 5000 50-ге, көбейтеміз 100-ге. Шығады 0,99%. Оны шамалап 1% деп алсақ болады. 8-ші есеп. Масса үлес 25%, массасы 250 грамм ерітіндіге еріген заттың массасын анықтаңыз. М еріген зат өзінің арнайы формуласы бар. Тен М ерітінді көбейту омега бөлу 100%. М ерітінді 250 грамм, омега 25%, осыны 100%ға бөлеміз. 250 көбейту 25 бөлу 100. 62-де 5%. Кешіріңіздер, грамм. Пайызбен пайыз қысқарып, граммға алады. Ляпис карандашы 9-шы тапсырма. Күміс нитраты мен калий нитратынан тұрады. Заттардың ерігіштігіне қарай жіктеңіз. Бұл күміс нитраты мен калий нитраты жақсы еритінге жатады. Бұл дұрыс. Заттардың ерігіштік қисығын кестесіне қарап, аммиак газы мен бертолия тұзы ерігіштің температураның әсерін сипаттаңыз. Температура артқан сайын ерігіштік артады. 11-ші тапсырма. Иондық қосылыстың қасиеттеріне жататындары. Қатты, балқын температурасы жоғары, электр тоғын өткізеді. 2, 4, 5 деген жауап дұрыс болады. С нұсқасы дұрыс болады.
250 мл ерітіндідегі натрий хлориді бар. Ерітіндіде натрий хлоридінің моляр концентрациясын анықтаңыз. Алдымен көлемді литрге айналдырамыз. Себебі бізде концентрацияда литрмен алады. 1000-ға бөлеміз, 0,25 литр шығады. См тен М бөлінген молярғы масса мен көлемге 1,462 грамм. Натрий хлориді дегеніміз молярғы массасы 58,5 грамм моль. Және оны көлем 0,25 литрге бөлеміз. 1,462 бөлу 58,5 бөлу 0,25. бір 462 бөлу 58,5 бөлу 0,25. 0,0999 молярғы немесе оны жуықтап 0,1 молярғы деп аламыз. Жалпы тапсырмалар аяқталды. Сұрақтар болса комментарий бөліміне қойып кетсеңіздер, сіздерге жауап беретін боламын.